Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін бір жасағаннан күшті болып шығатын сметанник пирогның рецептімен бөлісемін. Пирог өте күшті, нежный, песочный болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Холодильникте тұрған сары майды ұнға аунатып отырып, теркадан видеода көрсетілгендей етіп өткіземіз. Егер де май бөлме температурасында болған болса, онда теркадан өткізудің қажеті жоқ, бірден ұнға салып араластыра бересіздер. Теркадан өткізілген майға қант пен ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілуі керек, және де ұнға қопсытқыш қосасыздар. Енді үстіне жұмыртқа салып, қолмен араластырып отырып, қамыр елейміз. Осылай видеода көрсетілгендей, қолға жабыспайтындай қамыр иленуі керек. Салафанға салып, холодильникке 20 минутқа қоямыз. Егер де холодильникте тұрған майға жасасаңыздар, қамырды онда холодильникке қоймай-ақ бірден жасай беруге болады. Қамырдың кішкене бөлігін алып қаламыз, қалғанын қолмен жайып, формаға салып, видеода көрсетілгендей етіп, қолдың көмегімен формаға жайып шығамыз. Алып қалған кішкене қамырдан бортигінің жетпей қалған жерлеріне жабыстырып, бортигін түзулеп әдемілейміз. Енді пышақтың көмегімен бортиктің жоғарғы жағын біркелкі етіп түзулейміз. Начинкасын жасаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қант, қаймақ және де крахмалды қосып, венчикпен немесе вилкамен араластырамыз. Қаймақ міндетті түрде 20% және де одан жоғары болу керек. Егер де қаймақты ашқан кезде сары суы бөлініп тұратын болса, міндетті түрде сары суын төгіп тастаңыздар. Начинканы араластырғанда өте аккуратно араластыру керек. Барлық ингредиенттер бір-бірімен жақсы араласуы керек. Тым ұзақ араластырмаңыздар. Бізге бастысы начинканың қоюлығын сақтап қалу керек. Начинканы құйып, бірден қызып тұрған духовкаға саламыз. 180-200 градуста бірінші духовканың астыңғы бөлігін қосамыз 25-30 минутқа. Одан кейін үстіңгі бөлігіне ауыстырып 15 минуттай пісіреміз. Пирог әдемі болып пісті, енді жарты сағатқа қозғамай қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт өтті, пирог кішкене басылды. Енді пышақтың көмегімен шетін формадан ажыратамыз. Пирогымыз дайын, достар. Пирог өте сондай әдемі, күшті болып шықты. Видеодан да көрініп тұр деп ойлаймын. Достар, менің каналымда басқа да тәттілердің, ыстық тағамдардың, салаттардың, басқа да дәмді, ерекше болып шығатын тағамдардың рецептері бар. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, достар, кескен кезде өте әдемі, прям идеальный болып шықты. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар заттармен жасалынады. Бір жасағаннан өте жақсы шығады. Менің рецептімен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомен бөлісіп кетіңіздер. Ас болсын. Рахмет.